Қауын жас нұққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауынның құрамында фолат, К дәрумені және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Қауынның құрамында калий көп болғандықтан ол қан қысымын төмендетеді. Қауын су және электролиттерге бай. Өз кезегінде олар организмдегі сұйықтықтың теңгерімі үшін пайдалы. Қауында коллагеннің бөлінуіне әсер ететін және теріңізді күн сәулесіне қорғайтын С дәрумені бар. Сонымен қатар аскорбин қышқылы иммунитетті нығайтады. Қауынның құнарлығы және оны қалай дұрыс жеу керек. 100 грамм қауында 34 килокалория бар. Қауынды негізгі астардың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын және 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазанда ауырлық сезімі пайда болады. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген жөн. Тәтті әрі піскен қауынды қалай таңдау керек? Қауынның түсі өз сұрпына сай болуы керек. Егер сыртында жасыл тұстары болса, піспегенін аңғартады. Ал қауынның кейбір сұрыптарында өзіне тән жасыл жолақтары бар. Қауынның сыртын жақсылап қараңыз. Ол бүтін, қара дақтарсыз, сызатсыз болуы керек. Сонымен қатар жарылған жерлері болмауы тиіс. Қауында бактериялар тез көбейеді. Сондықтан үнемдеу үшін бүлінген қауынды алудың қажеті жоқ. Қауынның қабығын басып көріңіз. Ол қаттылау болу керек. Бірақ тым жұмсақ немесе тым қатты болса, басқасын таңдағаныңыз дұрыс. Қауын піскен кезде оның қабығының жасушаларына қаттылық беретін протопектин пектинге айналып, қауынның мәйегін жұмсартады. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды. Себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш ішек жарасынан зардап шегетіндерге қауын зиян. Сондай-ақ ішек бұзылуында да қауынды көп жемеген абзал. Егер бүйрегіңіз бен өт қабының саулығына диагностикалық тұрғыдан көз жеткізбесеңіз, аталған ағзаларда құм немесе тастың бар жоғын білмеуіңіз мүмкін. Бұндай жағдайда қауынды көп жеу кері әсер етіп отаға жеткізуі мүмкін. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты ол ауыр өнім болып табылады. Егер қауынды ішімдіктен араластырса, іш өтетіні анық. Сондықтан қауын жеген кезде суық су, әсіресе қышқыл сүт, айран ішуге және йогурт жеуге болмайды. Қауында лютеин және зеаксантин аталатын антиоксиданттар бар. Олар көздің саулығын сақтап, көздің көруін жақсартады. Қауынның құрамында темір, калий, кальций, магний, В, С және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктерінің пайда болуының алдын алып, жүрек-қан тамырлар жүйесін, аурулар мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Сонымен қатар қандағы холестерин мөлшерін төмендетіп, атеросклероздың дамуын алдын алып, орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Қауыннан жасалатын ағзаға пайдалы тұнбалардың рецептілермен бөлісеміз. Кардамон қосылған қауын тұнбалары өте қызықты нұсқа. Байқап көруді ұсынамыз. Құрамы піскен қауын 2 кг, таза тағамдық алкоголь 500 мл, газдалмаған суды 400-500 мл, кардамон 6-5 дана. Дайындау әдісі. Кардамон сорпасын дайындаңыз. Кардамон қосылған суды қайнатыңыз және баяу отта 5 минут ұстаңыз. Алынған инфузияны бөлме температурасына дейін салқындатып, сүзіп, оған алкогольді құясыз. Содан кейін бірінші кардамнан бастап алдыңғы рецепті орындаңыз. Қауынның ішіндегі тұнба. Әдетте бұл жағдайда арақ ішу ұсынылады. Бірақ біз өзімізге келіспейтін категориялық болуға мүмкіндік береміз. Бренди және тек бренди. Құрамы піскен тәтті қауын 1-2,5-3 кг, кәдімгі коньяк немесе коньяк 500 мл. Дайындау әдісі. Қауынды жуып, оның жоғарғы бөлігін мұқият кесіңіз. Тұқымдарды мұқият тазалаңыз. Ішіне алкогольді құйыңыз. Егер орын жеткіліксіз болса, сіз бәрін сол күйде қалдыра аласыз, немесе целлюлозаны алып тастай аласыз. Кесілген тажды орнына қайтарып, жемісті тағамдық полиэтиленмен мықтап ораңыз. Осылай дайындалған қауынды салыңыз, немесе салқын қараңғы бөлмеге төңкеріп қойыңыз. 16 сағаттан кейін коньяк жидектерін мұқият ораңыз. Тұнбаны графинге құйыңыз, ал жемісті тілімдеген кесіп, жеңіл тағам ретінде қызмет етіңіз. Ал құрметті көрермен, кеше арнамызда шиенің пайдасы туралы бейнеролик шықты. Осыны көріп бағасын беріп өтіңіздер. Ал бүгінгі видео соңына жетті. Көргендеріңіз үшін мың алғыс.